Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біздер қосылыстардың химиялық формуласын анықтауға арналған есептерді жалғастырып, келесі тақырыпқа көшеміз. Газ тәрізді заттың салыстырмалы тығыздығы бойынша молекулалық формуласын табу. Газдың салыстырмалы тығыздығы деп көлемдері бірдей газдардың массаларының қатынасын атаймыз. Мына өрнектеуде сендер көріп тұрсыңдар, екі газ алынған, және газдардың массаларының қатынастары көрсетіп тұр. Бірінші газдың екінші газ бойынша. Газдардың массаларының орнына газдардың бір молінің массаларын алуға болады. Біз оларды молярлық масса деп атаймыз. Салыстырмалы тығыздығы D деген әрпімен белгіленеді. Және ол салыстырмалы тығыздық бірінші газдың екінші газ бойынша тығыздығын көрсетіп тұр. Бұл өлшемсіз шама. Нені көрсетіп тұр? Бірінші газдың массасы екінші газдың массасынан неше есе ауыр немесе жеңіл екенін көрсететін шама. Бірінші газдың екінші газ бойынша тығыздығы берілсе, бірінші газдың молярлық массасын таба аламыз, себебі екінші газдың молярлық массасы белгілі. Бірінші газдың молярлық массасын табу үшін біз салыстырмалы тығыздықты екінші газдың молярлық массасына көбейтеміз. Мына алгоритм бойынша біз газ тәрізді заттың молярлық массасын анықтай аламыз. Газ тәрізді заттың X газы бойынша салыстырмалы тығыздығы белгілі. Әдетте газдың салыстырмалы тығыздығы сутек, оттек, ауа бойынша беріледі. Берілген салыстырмалы тығыздықты газдың молярлық массасына көбейтеміз. Газ тәрізді заттың молярлық массасын анықтаймыз. Енді осы алгоритм бойынша есепті шығарып көрейік. Газ тәрізді заттың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 22-ге тең. Газ тәрізді заттың молярлық массасын анықтаңыз. Бізде берілген бір ғана мәлімет, белгісіз газдың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 22-ге тең. Және бізге міне формула ұсынылып тұр. Молярлық массасы белгісіз газдың молярлық массасын қалай табу керек екен? Ол үшін осы газдың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығын 2 грамм мольға көбейтеміз. Бұл сутектің молярлық массасы, екінші газдың молярлық массасы. Енді сандарын қойсақ, онда бізде 44 грамм моль деген сан шығады. Бұл көмір қышқылының молярлық массасы. Келесі есеп. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 3,93-ге тең. Құрамындағы сутектің массалық үлесі 15,79% болатын көмірсутектің молекулалық формуласын анықтаңыз. Сіздерге мынандай алгоритм ұсынып тұрмыз. Бірінші сатысында қосылыс құрамындағы элементтердің массалық үлестері белгілі болса, онда біз белгісіз заттың үлгісін аламыз, оның массасы 100 грамм. Осы 100 грамм белгісіз заттың құрамындағы әр элементтің массасын есепте аламыз. Элементтердің молярлық массасы белгілі, олардың шамаларын қолданып, әр элементтің 100 грамм заттағы мөлшерін есептеуге болады екен. Енді есептің шарты бойынша берілгенін жазамыз. Сутектің массалық үлесі берілген 15,79%. Көміртектің массалық үлесін табу үшін біз 100%-дан 15,79%-ды алып тастаймыз. Себебі көмірсутек дейді, бұл заттың құрамында тек қана екі элементтер бар екен. Ол сутек және көміртек атомдары. Көміртектің массалық үлесі 84,21%-ға тең екен. Енді келесі саты. Берілген заттың массасы 100 грамм деп аламыз. 100 грамм ол 100%. 100 граммда әр элементтің массасы пропорция бойынша табуға болады. Осы пропорциямен біздер жиі пайдаланамыз, балалар, сондықтан бұны есте сақтаңыздар. Белгісіз көмірсутектің массасы 100 грамм. Оны біз 100% деп белгілесек, әр элементтің массалық үлестері біздерге анық. Сутектің массалық үлесі 15,79% болғандықтан, мұнда түсінікті
сутектің массасы нешеге тең болады екен? 100 граммды 15,79%-ға көбейтіп 100%-ға бөлсеңдер, онда бізде мынандай мына шама шығады: 15,79 грамм. Тап осылай көміртектің де массасын табуға болады. Сонымен 100 грамм көмірсутектің құрамында 15,79 грамм сутек атомдары және 84,21 грамм көміртек атомдары бар екен. Енді әр элементтің, сутектің және көміртектің малярлық массалары мәлім. Сол малярлық массаларын шамаларын пайдаланып, әр элементтің зат мөлшерін есептей аламыз. Сутектің зат мөлшерін табу үшін массасын 15,79 граммды сутектің малярлық массына бөлеміз 1 грамм мольға. Сонда 15,79 мол деген сан шығады. Тап осылай көміртектің зат мөлшері нюц тең болады 84,21 граммды бөлеміз 12 грамм мольға. Нәтижесінде 7,10 175 мол деген сан шығады екен. Енді заттың құрамындағы элементтердің атом сандарын табу үшін біздер зат мөлшерлерінің қатынасын есептеуіміз керек, немесе молдық қатынас. Бізде көміртек X деп белгіленген, сутек Y деп белгіленген. Сондықтан мына қатынасты, молдық қатынас көміртек пен сутекті ол X және Y қатынас деп есептеуге болады. Ол тең болады зат мөлшерлерінің қатынасына. Енді заттың формуласында атомдардың саны бүтін сандармен белгіленеді. Бүтін сандарға айналдыру үшін екі санның ішінен ең кіші санды таңдаймыз. Ол 7,10 175 болады. Екі санды да соған бөлген кезде мынандай шамалар шығады. Нәтижесінде көміртекпен X және Y қатынас 4 және 9-ға тең, немесе көміртек пен сутектің арасындағы молдық қатынас 4,9. Осыдан эмпирикалық формула анықтадық. Эмпирикалық формула C4H9. Енді келесі сатыда біздер осы эмпирикалық формуланы пайдаланып, заттың молекулалық формуласын табуымыз керек. Ол үшін біз есептің келесі сатысына көшеміз. Бұл сендерге таныс саты. Видеоның ең басында біз ұсынған едік осы алгоритмді. Осы алгоритм бойынша есепті жалғастырамыз. Белгісіз көмірсутектің ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 3,93. Бізде ауа бойынша саналып тұр бұл тығыздық. Сонымен көмірсутектің малярлық массасы ауаның малярлық массасынан 3,93 есе ауыр екен. Осыдан біз осы көмірсутектің малярлық массасын табу үшін салыстырмалы тығыздықты ауа бойынша ауаның малярлық массасына көбейтеміз. Көбейткен кезде мынандай сан шығады: 114 грамм моль. Бұл белгісіз көмірсутектің малярлық массасы. Ағырай келесі алгоритм. Қосылсын эмпирикалық формуласы белгілі. Осы эмпирикалық формула бойынша малярлық массасы 57 грамм мольге тең. Келесі сатыда заттың малярлық массасын эмпирикалық формула бойынша тапқан малярлық массасына бөлген кезде 2 деген сан шығады. Ол нені көрсетіп тұр? Көмірсутектің құрамындағы атомдардың саны 2 есе артық эмпирикалық формуламен салыстырғанда. Сондықтан біз формуланың құрамындағы элементтердің индекстерін 2 еселейміз. Сол кезде мынандай формула шығады: C8H18. Бұл формула алкандардың жалпы формуласына бағынады: CnH2n плюс 2. Бұл октан деген зат. Мына есеп шығарып көрейік. Аммиак бойынша салыстырмалы тығыздығы 4,18-ге тең, құрамындағы көміртектің массалық үлесі 85,71% болатын көмірсутектің молекулалық формуласын анықтаңыз. Мына алгоритмді пайдаланамыз. Есептің шарты бойынша берілгенін жазамыз.
Көміртектің массалық үлесі 85,71%. Сутектің массалық үлесін табу үшін ол 100% бен 85,71%-ын айырмасына тең болады, немесе 14,29%. Белгісіз көмірсутекті CXHY деп белгілейміз. Және оның массасын 100 грамм деп аламыз. Осыдан 100 грамм CXHY 100%-ға тең. Сондықтан осы заттың құрамындағы әр элементтің массасын таба аламыз. Көміртектің массасы тең болады 85,71 грамм. Ал сутектің массасын табу үшін біз 100 граммнан 85,71 граммды алып тастасақ, тең болады 14,29 грамм. Сонымен элементтердің массалары массалық үлестеріне тең болып тұр, абсолюттік мәндері бойынша. Себебі біз белгісіз көмірсутектің массасын 100 грамм деп алдық та, оны 100% деп белгіледік. Енді әр элементтің массалары белгілі. Элементтердің малярлық массаларын білеміз. Зат мөлшерлерін есептей аламыз. Ол үшін көміртектің массасын 85,71 граммды малярлық массасына бөлеміз. 7,100-нан 425-ге тең болады моль. Сутектің зат мөлшері, оның малярлық массасы 1 грамм болғандықтан, сондықтан 14,29 мольге тең болады. Енді бізге көміртек пен сутектің зат мөлшерлері белгілі, атом сандарын табу керек. Көміртектің атом санын біз X деп белгіледік, сутектің атом санын біз Y деп белгіледік, немесе бұл мольдық қатынастарына тең болады элементтердің. Мольдық қатынастар олардың зат мөлшерлерінің қатынастарына сай. Бүтін санға айналдыру үшін ең кіші санға бөлеміз. Бізде X және Y арасындағы қатынас 1:2, немесе көміртектің бір атомына сутектің 2 атомы сәйкес келіп тұр. Эмпирикалық формула CH2 болады. Енді молекулалық формуласын анықтау үшін бізге малярлық массасын табу керек. Малярлық массасын табу үшін бізде салыстырмалы тығыздық берілген аммиак бойынша. Оны біз жазайық. Салыстырмалы тығыздық нені белгілейді екенін? Ол белгісіз көмірсутектің малярлық массасының аммиактың малярлық массасына қатынасын көрсетеді. Осыдан біз көмірсутектің малярлық массасын табамыз. Ол үшін біз салыстырмалы тығыздықты аммиак бойынша көбейтеміз. Аммиактың малярлық массасына 17 грамм моль болады. Малярлық массасы. Осыдан малярлық масса белгісіз көмірсутек тең болады 4,118, салыстырмалы тығыздықтың өлшем бірлігі жоқ. 17 грамм мольге көбейткен кезде 70 грамм моль деген шама шығады екен. Енді келесі алгоритм, эмпирикалық формула бізде белгілі, CH2, оның малярлық массасын табайық. Малярлық массасы 14 грамм мольге тең болады. Енді қатынасын табайық. Жетпіс грамм моль 14 грамм мольға бөлген кезде 5 деген сан шығады. Ол нені білдіреді?
Эмпирикалық формуладағы әр элементтің индексін 5 еселейміз. Сонда бізде келесі формула шығады: С5H10. Ал мына есепті балалар өздеріңіз шығарып көріңіздер. Сонымен біздер бүгін газ тәрізді заттың салыстырмалы тығыздығы бойынша молекулалық формуласын қалай анықтау керек екен таныстық.